қалайсыздар? Үйге келіп қалдым мен. Я объявляю розыск. Ренат жоқ, бүгін эфирге де келмеді. Кешеден бері жоқ, вообще жауап бермейді, жасым жауап бермейді. Хабарласым, трубканы алмайды. Қайда Бүжай? Білетіндер бар ма? Әлде оны алып қашып кетті ме? Рахмет баршаларыңыздың қолдауларыңызға. Шынымен де бұндай қолдау күтпедім мен. Ниеттеріңізге рахмет, көңілдеріңізге рахмет. Алла разы болсын. Бірақ бір адамды мақтап, бір адамды табалаған дұрыс емес. Жансая туралы ондай қатты жаман пікір айтпай қойыңыздар. Өте жақсы қыз. Просто екеуміз бір-біріміздің адамымыз болмай шықтық, болды. Ол да бақытты болуға лайықты, өте керемет қыз. Өте қатты сыйлаймын, бағалаймын. Мен көп сұрайды, қай үміткерге барайын, қайсы жақсы, қайсы күшті деп. Мен оны білмеймін, бірақ та мен қай жерде мықты шашлык, балық, тамақтар, жақсы кухняны білемін, ол әрине. Қандай? Мегафиш. Мен көп сұрайды, қай үміткерге барайын, қайсы жақсы, қайсы күшті деп. Мен оны білмеймін, бірақ та мен қай жерде мықты шашлык, балық, тамақтар, жақсы кухняны білемін, ол әрине. Қандай? Мегафиш. Жоқайсың, қошым. Жоқайсың. Бес оқиын. Ағерке шама депрессияда бүгін тамақ ішіп, ол жақсы көңіл күйге келейін тұр. Ас болсын. Я ішпей жүредім. Неге қарасаңыз ашып бүкіл шашлык бар, антрикот бар, шампиньон бар, грибы бар, бәрі бар. Люля кебаб бар. Люля бар. Барлықтарын шақырамыз осы жақта. Негізі алдын ала бүйтіп броньдап қоймасаңыздар, адам өте көп, лық толы. Бірақ та неге көп сұраныс бар жерде? Адам болады. Эфирден соң такие хабарласып, мені шай ішуге шақырып, осы жаққа алып кетті. Қазір біз шай ішіп отырмыз. Кездесіңдер ма деп ойындап жазып жатқан көрермендер бар екен. Я біз кездестік, қазір әңгімелесіп отырмыз. Айнабек, баршаңызға ассалаумағалейкум. Керемет шай болып жатыр. Айдана внимание аз бересің деген кейін шайға шақырып отыр. Айда Бүкіл жұмысын тастап дейікші. Жұмыстан қалып дегендей. Керемет отырсып отыр. Ұрсып жатқан жоқпыз сізге. Нормально.